Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен зат мөлшері, моль, авогадро деген тақырыпты қарастырамыз. Сабақтың барысында сіздер зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль екенін және де авогадро санын есептеуді үйренуіміз қажет. Алдымен моль және авогадро саны қай жақтан шықты және оның қандай ерекшеліктері бар? Айналамызда бізде өте көп әртүрлі сандар бар және кейбір жағдайларда бір затты сипаттау үшін санды қолданатын болсақ және де ол сан өте үлкен болып кететін болса, біз оның орнына басқа бір өлшемді қолдансақ болады. Мысалға масса. 2, 3, 4 грамм дейтін болсақ, онда ол жақсы және ыңғайлы. Бірақ та үлкен массаларды есептеу үшін бізге грамм емес, оның орнына килограммды қолданған әлде қайда ыңғайлы болып келеді. Біз білеміз, 1000 грамм ол 1 килограмм. Тура сол сияқты сантиметр, метр, километр деген сияқты әртүрлі өлшемдердің арасында ары-бері өтіп жүрсе болады. Тура сол сияқты химияда да өте үлкен сандар бар. Ондай сандардың бірі атомдардың, молекулалардың немесе әртүрлі бір бөлшектердің саны. Барлығымыз білеміз, атом болсын, молекула болсын, олар өте ұсақ бөлшектер. Сәйкесінше, иненің ұшына да болсын затты жинап алатын болсақ, сол иненің ұшына жиналған заттың өзі бірнеше миллиондаған, триллиондаған молекулалардан тұратынын білуіміз қажет. Олай болса, әрқашан молекула немесе атом санын есептеуде миллион, триллион деген санның орнына біз басқа санды қолдануымыз қажет. Және де осындай санды біз авогадро саны деп айтамыз. Авогадро санын есептеп алу үшін біз көміртекті алған болатынбыз. 12 грамм көміртектің ішінде қанша көміртек атомы бар болатын болса, онда авогадро саны да соған тең деген сөз. Олай болса, көміртек атомының массасын алып, 12 граммды сол массаға бөліп көрейік. Осының арқасында бізде авогадро саны шығу қажет. Біз сіздермен 12 грамм көміртекті аламыз деп келістік. Оны килограммға ауыстыратын болсақ, 0,1012 килограмм. Ал көміртектің бір атомының массасы 19,94 көбейту оның -27 дәрежесі килограмм. Егер де осы екеуін бір-біріне бөлетін болсақ, онда 12 граммның ішінде қанша көміртек атомы бар екен анықтаймыз. Егер де есептеуді жүргізетін болсақ, онда бізде 6,2 көбейту оның 23 дәрежесі деген сан шығады. Ал енді, осы авогадро санының зат мөлшерімен қандай қатынасы бар? Зат мөлшері мольмен есептелінеді. Және де 1 мольдің ішінде бізде 602 көбейтілген оның 23 дәрежесінде бөлшектер бар. Яғни, ол бөлшектердің ішіне бізде қарапайым бөлшектер, протон, нейтрон, электрондар, немесе атомдар, иондар және де молекулалар кіруі мүмкін. Осы себептен де сізге 1 моль белгілі бір зат бар деп көрсетілетін болса, онда соның ішіндегі бөлшектердің саны 602 оның 23 дәрежесіне тең деп қабылдасаңыз болады. Осы авогадро саны арқылы және 12 граммды қолдану арқылы Менделеев кестесінде біз барлық атомдардың массасын анықтап шыққан болатынбыз. Олай болса, Менделеев кестесіндегі берілген массаны және шынайы массаны қолдану арқылы кез келген заттың зат мөлшерін анықтап шықсақ болады. Зат мөлшері немесе моль көп жағдайда нью немесе латын тіліндегі n әрпімен белгіленеді. Ескі кітаптарда нью қолданса, жаңа кітаптарда n әрпі қолданылады. Зат мөлшерін анықтауға әзірше бізде 2 формуламыз бар. Сол 2 формуланы дұрыстап қарастырып жіберейік. Бірінші, бізге берілген заттың атомдарының саны, молекулаларының саны немесе иондарының саны берілетін болса, сол жалпы санды авогадро санына бөлу арқылы біз зат мөлшерін анықтаймыз. Бұл жерде авогадро саны тұрақты сан, константа.
және ол әрдайым 602 көбейту 10-23 дәрежесіне тең. Ал астындағы формуламыз кішкене ерекше болып келеді. Себебі ол жерде бізге берілген заттың массасынан бөлек, тура сол заттың малярлық массасын қолдануымыз қажет. Малярлық масса тек қана белгілі бір мөлшерде тұрақты болып есептелінеді. Себебі малярлық масса заттың табиғатына байланысты тұрақты болып саналады. Мысалға, судың малярлық массасы 18-ге тең, және барлық жағдайда судың малярлық массасы 18-ге тең болып тұрады. Бірақ та судың орнына мысалға күкірт қышқылын қолданатын болсақ, онда малярлық массамыз 98-ге ауысып кетеді. Сол себепті малярлық массаны әрдайым қайтадан есептеп отыруымыз қажет болады. Сонымен, бірінші формула барлықтарыңызға түсінікті деген ойдамын. Тек қана біз молекулалардың санын үстіне қойып, ал астына бөлгішке Авогадро санын қою арқылы біз заттың зат мөлшерін анықтай аламыз. Олай болса, екінші формуланы жақсы түсіну үшін бір-екі мысалды шығарып көрейік. Мысалы, натрий гидроксидінің 120 граммында қанша зат мөлшері бар екенін анықтап көрейік. Бізге масса беріліп тұр, олай болса біз мына формуланы қолданамыз. Ол формуланы қолдану үшін бізге натрий OH-тың малярлық массасы қажет болады. Ол үшін қолымызға Менделеев кестесін алуымыз қажет. Менделеев кестесі бойынша натрийдің малярлық массасы 23, оттектікі 16, ал сутектікі 1-ге тең. Олай болса, натрий OH-тың малярлық массасы жалпы 40-қа тең болады. Есептің берілгені бойынша шынайы массаны үстіне, яғни массаның орнына қоямыз. Ал Менделеев кестесі бойынша есептеп алған массамызды, нақтылап айтқанда малярлық массаны бөлгішке қоямыз. 40 грамм моль. Бөлу кезінде бізде граммдар қысқарып кетеді. Және де шығатын санның өлшем бірлігі мольге тең болады. Сонда 120 грамм натрий гидроксидінің ішінде 3 моль бар екенін түсінеміз. Қайтадан, 3 моль дегеніміз ол молекулалардың саны. Нақтылап айтқан кезде 1 моліміз 602-10-23 дәрежесіне тең болса, 3 моль дегеніміз осыдан 3 есе көп. Нақтылап айтқан кезде 18,06-10-23 дәрежесі. Мінекей балар, осылай қарапайым әдіс арқылы бізге молекулалардың саны берілсе, Авогадро санын қолдану арқылы біз оны зат мөлшеріне ауыстыра аламыз. Және де бізге масса берілетін болса, малярлық массаны қолдана отырып, оны да зат мөлшеріне ауыстырсақ болады. Сонымен қатар осының бәрін кері бағытта да жасаса болады. Егер де бізге зат мөлшері белгілі болатын болса, онда зат мөлшері арқылы біз заттың массасын тапсақ болады, немесе оның ішіндегі молекула, ион немесе атомдардың санын есептеп шықсақ болады. Ал болашақта сіздерге есептерді жақсы шығару үшін осы екі формуланы толықтай жаттап алуларыңыз қажет. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге толықтай түсінікті деген ойдамын. Олай болса, әдеттегідей сіздермен болған Химик Абылайхан, келесі сабақтарда көріскенше.